11-ші есеп. Есептеңіз. Біз мұнда модульдерді көріп тұрмыз, және үлкен модульдің ішінде тағы бір модульді көріп тұрмыз. Ендеше, бірінші жазып алайық. 8 азайтылған модуль, 3 азайтылған минус 7,2 модуль, қосылған 2,8 минус 0,5. Біз бұл есепті шығару үшін бірінші ішіндегі модульмен жұмыс істеп алайық. 3 минус 7,2 ол бізге 3 плюс 7,2. Ол тең 10,2 береді. Және бұл модульдің ішінде. Ал 10,2 ол модульден плюс 10,2 болып шығады. Енді осыны модульдің ішіне кіргізіп жазайық. 8 минус 10,2 қосылған 2,8. Модуль жабамыз, минус 0,5. Енді амалдар реттілігі бойынша 8-ден 10,2 азайтсақ, үлкеннен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. Ол минус 2,2-ге тең болады. Минус 2,2 плюс 2,8. Үлкеннен кішісін азайтамыз, үлкеннің таңбасын қоямыз. Сонда модульден 0,6 шығады. Ал 0,6 ол модульден 0,6 болып шығады. Демек, 0,6 азайтылған 0,5 ол 0,1 болады. Демек, есептің шешімі 0,1. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.